Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Қазір мен құрттаған қойды қалай емдеуге болады, қалай емдеу керектігін көрсететін боламын. Ол құрттаған қойды емдеу үшін бізге мынандай дихлофос керек, сосын ертарғын керек. Құрттаған қой мына қой құрттаған. Қазір оны көрсетем. Ұста ертағын. Мына жер құрттап кеткен. Мына жыбырлап жатыр құрттар. Көріп отырсыздар ма? Осы құртты біз қазір дихлофоспен түсіреміз. Мына бүйтіп құрттаған жеріне шашасыздар жақсылап. Бұл дихлофос жақсы түсіреді құртты. Бұны құрттаған кезде шашасыздар дихлофоста. Кейін келесі күндері құрты өзі түсіп қалады. Ертесіне қалған уақытта құрт түсірмеу үшін тағы да крайлін шашып тұрасыздар. Өз күніге бір уақыттарында боласыз. Азында демесе кешке өзіңізге ыңғайлы уақыт. Сол кезде крайлін шашып тұрасыздар, сонда құрт жоламайды. Ол крайлін шашуды келесі видеода көрсетем. Міне бұл құрт деген қандай жағдайда түседі? Бұл бір жер қанаса, бір жер жүріп кетіп қанаса, сол жерге шыбын кеп түссе құрттайды. Мысалы мына кенелерді шағып, қанын сорып, сол жерді қанатып кетеді, сол жерге де шыбын түссе құрттай береді. Сөйтіп жыбырлатып бұны қойды не қылдырмайды, жайылдырмайды, жата береді қой. Шыдатпайды да құрт. Үстіп құрттаған қойларды үстіп құрттарын түсіріп, үстіп емдеу керек. Ол енді тағы бір қозы бар. Қазір соны көрейік. Міне басақ қой, қозы құрттаған, ұста ертағын. Бұның да көті құрттаған. Мына қараңыздар, көті жаман болып кеткен. Бұғында да шашамыз. Ашып тұр. Бірақ мына дихлофос сәл қымбаттау болғанмен, бірақ құртты жақсы түсіреді. Демде түсіреді құртты. Өте керемет құрал құртқа. Осындай дихлофос пайдалансаңыздар болады құрттаған қойға. Тек қойға емес, сиырларда бір жерлер құрттайды. Соларға да осыны пайдалансаңыздар болады. Любой мал құрттайды, жылқыға бәрі құрттайды. Осыған осы дихлофоспен түсіресіздер. Міне мына қойдың құлағы құрттапты. Біз бұны байқамағыз өнінен құлағы қысып кеткен. Міне іші құрттап кеткен ғой. Міне осы жерге шашамыз кәз. Құлағын ұстап тұршы бүйтіп. Құлағына бүйтіп шашамыз. Құлағының іші көзі құрттаса көзіне, аузы құрттаса аузына да шаша береміз. Ал жібере сал. Құрметті көрермендер, видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Каналға подписаться жасаңыздар. Тіркеліңіздер. Қоңырау жағын басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.